Қыздар, менде проблема. Менде артық салмақ бар, өзіме ұнамайтын. Осылай көңіл күйім түсіп отқан кезде ойланып отырдым. Білейін, маған мүлдем ұнамайды өз келбетім. Не істесем екен, қалай арықтасам екен? Бір кезде ойыма бір ой келді. Не істесем екен десем, осы TikTok арқылы блог жүргізіп арықтаймыз. Аш қарынға міндетті түрде су ішу керек. Менің таңғы асым 3 жұмыртқа және салат. Қыздар, мен осы уақытқа дейін қанша рет арықтап көрдім, бірақ қайта толып кете берем. Срыв менде жиі. Өзіме баклажкаға осылай су дайындап алдым, осы судың бәрін ішіп бітірем. Даже үйде жүріп жаттығулар жасадым, шаг жасадым. Өте тез көрінеді. Бұл менің түскі асым күріш. Қыздар, мен 1 жыл бұрын дәл осылай арықтаған болатынмын. После өте әдемі арықтаған. Алтынай деген қыздың марафонына қатысып күшті арықтаған едім, бірақ жарты жолдан тағы тастап кеттім. Енді алдыңғы видео мен мына видеоны салыстырып көріңіздерші, арасы жер мен көктей. Примерно 8-9 килограмм тастасам идеальный болам. Қыздар, сол үшін менімен бірге болыңыздар. Бірге арықтаймыз, бір-бірімізге мотивация беріп, үлкен жетістіктерге жетейік. Парақшама тіркеліп қойыңыздар.